Рахмет, анашым. Ана жайлы ойыңды айтып таусалу мүмкін емес. Әркімнің өз анасына деген махаббаты шексіз. Мен де анамның маған сыйлаған мәнді өмірі үшін алғысымды айта отырып, өз ойымды аз да болса жеткізгім келеді. Шіркін, осы бір үш әріптен тұратын ана деген қасиетті сөздің құдіреті қандай десеңші. Ана десе, селт етпей қалар жан бар ма екен? Бізге жарық дүние сыйлаған ана емес пе? Ана әрбір адам баласы үшін ең ыстық, жанға жақын, мағыналы да қастерлі сөз. Біз үшін түн ұйқысын төрт бөліп, ағаш бесікке асылып бал бөбегінің тәтті ұйқысын тамашалап отырып, таңның да атқанын сезбеген шығар. Алдыңа қойған мақсатыңа жетуің үшін ана жанын беруге де дайын. Ана баласының үлгілі азамат боп өсуі үшін бар күшін салып тер төгеді. Шәмші Қалдаяқовтың «Сыйлар ем ай мен күнді, қолыма түспеді» деген әні еріксіз еске түседі. Ай мен күнді сыйласаң да артық болмас еді-ау. Міне, қаншалықты қадірлі жан екені осыдан да көрініп тұрған жоқ па? Өз парызыңды өтеу – бұл ана алдындағы парызды өтеу. Қаншама байлық иесі болсаң да, әлемге әйгілі адам болсаң да, анаңды, оның саған жасаған жақсылығын ұмытпау сенің өмір бойындағы борышың. Қай адам қолынан келген сый құрметін жасамады десеңші шіркін. Дүниенің нұры, өмірдің гүлі, қызықтың қызығы тек қана ананың қолында. Ана бір қолмен бесікті тербетсе, екінші қолмен әлемді тербетеді. Халықта анаңды Меккеге 3 рет арқалап апарсаң да, қарызыңнан құтылмайсың деген керемет нақылға айналған бұл сөзді еш уақытта есімнен шығармаймын. Я, мен анам алдында әр қашанда қарыздармын.